Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Жайна, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін достар біз осындай өте дәмді, жүмсақ болып шығатын құймақ дайындайтын боламыз. Барлық құрамдарын осы видеоның астына описанияға жазып қоятын боламын. Менің рецептіммен дайындасаңыздар, құймақтарыңыз өте жұмсақ, керемет болып шығады. Және де 5 минутты талап етеді. Өте тез дайындалады. Осындай варенье немесе сгущенкамен берсеңіздер болады. Бұл видеоның соңына дейін көрместен бұрын ең алдымен менің инстаграм парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Себебі ол жерде мен неше түрлі лайфхактар және де керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Венчикпенен біздің сары ақуызбен араластырып езетін боламыз. Одан кейін оның үстіне күнбағыс майын құямыз. Барлығын жақсылап венчикпен араластырамыз. Сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Менде салқын сүт, қалаған температурадағы сүтті ала берсеңіздер болады. Барлығын жақсылап 2 минуттай араластырамыз. Бізде бетінде осындай көпіршіктер пайда болу керек. Одан кейін оған аз-аздан ұн сала отырып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және де достар, ескертетін жайт, ұнның барлығын салып тастамаңыздар, кішкенеден соң салып араластыра беріңіздер. Себебі біз егерде ұнның барлығын салып тастаса, ол қатты болып қалады. Бізде осындай қоймалжыңдау тесті шығу керек. Енді біз осы тестіні 15 минутқа қойып қоямыз. Бөлме температурасында тұру керек. Осындай болып шығады. Бетін ештеңемен жаппаймыз, жай ғана осылай қойып қоямыз. Енді қазір біз бұны пісіретін боламыз. Қызып тұрған табаны майлаймыз. Одан кейін оның үстіне біздің тестімізді құятын боламыз. Видеода көрсетілгендей, біздің табамызды айналдыратын боламыз. Осындай қимылдың арқасында біздің қамырымыз осы табанның шет-шеттеріне баратын болады. Енді орташа отта пісіретін боламыз. Екі жағына аударамыз. Бірінші жағы кішкене жайырақ піседі, ал екінші жағы бірінші жағына қарағанда тез піседі. Сол үшін оттың қасынан кетпей қарап тұруларыңызға кеңес беремін. Осындай күрекшенің көмегіменен біз аударатын боламыз. Достар, мен сіздерге қалай осы тестімізді құю керектігін көрсеткім келеді. Ең алдымен осылайны жан-жақтарына құйып шығамыз. Ең басты нәрсе, табамызды майлауды ұмытып кетпеуіміз керек. Одан кейін қалған қамырды осылай құямыз. Мінекей достар, менде осындай 8 дана құймақ шықты. Егер де менің берген описания жазып қойған порциямнан 2 есе көп порция істесеңіздер, онда сіздерде менен де көп құймақ шығатын болады. Осындай сгущенка, варенье соустармен берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады, тіпті соуссыз да өте дәмді, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де достар, бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің инстаграм парақшама және де YouTube каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және де осы видеоға лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар!